12 мамыр Қазақстанда аналар күні деп бекітілді. Аналар күні әлемнің көптеген елдерінде анаға құрмет көрсетіп, оның мейірімі мен қамқорлығы үшін алғыс айту мақсатында өткізілетін ерекше мереке. Ендеше барша аналардың құрметіне ана туралы жыр шумақтарын тарту етеміз. Бәрі дана бір өзіңнен басталды. Сен деп жаздым алғаш өлең дастанды. Қуандым ба, өзің бар деп қуандым. Жыладым ба, өзің жоқ деп жастамды. Бәрі дана бір өзіңнен басталды. Жанарымнан алғаш көрдім аспанды. Еркелесем бір өзіне еркелеп. Жасқандым ба, тек өзіңнен жасқандым. Қашқыдам, ол да сендік істеді. Ақ сүт берген қашанды үміт күтеді. Отанымның өзі сенен басталып, жауларыма жеткен жерден бітеді. Шеше, сен бақыттысың, жыламағын, жай түсіп жатқанда да құламадың. Тәңіріңнен мен едім ғой сұрағаның, сондықтан жыламағын. Бармын ғой, тірімін ғой, қасыңдамын, өлмеймін, мен өзіңдей асылданмын. Таусылып өз-өзіңнен шашылмағын, байырғы берекеңді қашырмағын. Мен сенің қанықпын ғой көз жасыңа, өзім кепіл тот басып тоз басыма, 2 жыр жазсам саған бірін арнап, шеше деп қостым ылғи сөз басына. Тәңірім кеше көрсін кесірімді, аспанға жазам сенің есіміңді. Шешесем бақыттысың тербете бер, құбат алдай иілген бесігімді. Дей келе осы челленджді Ақтөбе облыстық жастар ресурстық орталығына және басшысы Самғат Жанболатұлына жолдаймыз.